Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгінгі видеода шай көрпешеге қалай мақта салу керектігіні және оның тігілу жолын көрсететін боламын. Сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Алдымен өз матамызды 90-90 өлшемде қылып қиып аламыз. Сосын біз бір жақ шетіні ашық қалдырамыз, себебі бізге мақта салуға керек болады. Және де шеттерін 1 сантиметрге беріп тігіп шығатын боламыз. Ішкі астарымызды тігіп алдық. Матамызды осылай жайып қоятын боламыз. Сол кезде тігісі сыртына қаратылып тұрады. Және де оның бір жағы ашық тұратын болады. Енді үстіне керекті мақтамызды жайып бастаймыз. Матамыздың біткен жерінен мақтамызды қолмен бөліп шығамыз. Және де біздің ішкі астарымыз астында тұр мақтамыздың. Соның үстінен бізге керекті мақталарды қолмен бөліп барлығын осылай жасайтын боламыз. Осылай қолмен ұстап көріп, жұқа жерлері болса, үстіне тағы да мақта қосатын боламыз. Сол кезде біздің мақтамыздың барлық жерінің қалыңдығы бірдей болып шығады. Менің көрпешеме шамамен 2 килограмм мақта кетті. Мақтамызды түгелдей жайып болдық. Ал қазір көрпемізді дөңгелетіп, оң жағына аударатын боламыз. Ол үшін соңынан ашық тұрған жеріне дейін рулет сияқты дөңгелетіп келеміз. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Енді осы кезде біз ішкі астар матамыздың бір жағын осылай алып қайырып келесі жағына өткізетін боламыз. Және де екінші жағында дәл солай жасаймыз. Сол кезде көрпеміз оңына аударылады. Солай видеодағыдай жасап шығатын боламыз. Енді осы кезде мақтамызды қолмен дұрыстап, шет жақтарына апарып, барлық жерін бірдей етіп жібереміз. Сол кезде бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалмайды. Барлық жері бірдей болып шығатын болады. Соңында аузын ине жіппен тігіп шығамыз. Барлық жері бірдей болу үшін осылай таяқпен ұрып шығамыз.
Сосын біз көрпешеміздің шетінен 11,5 сантиметр қалдырып, айналдырып тігіп шығатын боламыз. Және де айналдырып тігіп болған соң ортасынан 3 қатар жүретін боламыз. Міне біздің шай көрпешеміз де дайын болды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.